Қыркүйек айының басында Хорватияның Париж қаласында өткен конгрессте халықаралық биатлон одағы келесі маусымға арналған жарыстарға қатысты бірқатар өзгерістерді қабылдады. Өзгерістердің бірі жасөспірімдер арасында жарыстарға қатысты болды. Халықаралық биатлон одағы конкурстарға жас шектеуін 1 жылға ұзарту туралы шешім қабылдады. Осы өзгерістің арқасында Олимпиадалық қордың балалар жасөспірімдер спорт мектебінің тәрбиеленушісі Людмила Ахатова жаңа маусымда жасөспірімдер қатарында өнер көрсететін болады. Бұл жолы спортшы қыз тек қана қатысып қоймай, жаңа рекорд орнатуды көздеп отыр. Алдыңғы маусымда өткен жазғы биатлоннан Қазақстан чемпионатында Людмила Ахатова барлық жарыстарды жеңіп, ел чемпионы атағын иеленген болатын. Ал Владислав Киреев жасөспірімдер арасында өткен 3 жарыстың екеуінде жеңіс тұғырынан көрінді. Бірыңғай аралас эстафетада Людмила Ахатова мен Владислав Киреев Қазақстан чемпионатының барлық қатысушыларының ішінде ересектерді қосқанда 2-ші орынды иеленген болатын. Олар бұл көрсеткішке ие болу үшін Қазақстан чемпионатында барын салып жарысқа түскен. Құрамында Нұрислам Беремов, Владимир Батринчи, Дарья Буйчик және Виктория Катаева бар. Қарағанды облысының құрамасы жасөспірімдер арасындағы аралас эстафетада 3-ші орынға ие болды. Бұл күндері алғашқы рет биатлоннан келген делегация мүшелері бұрындары Қазақстан чемпионаты өткізілген Алатау шаңғы және биатлон кешеніне барып тамашалады. Бүкіл әлемдік кубок жарыстарының жетекшісі Борут Нунар мен халықаралық биатлон одағының техникалық кеңесінің мүшесі Франц Бергер алғашқы рет Қазақстанға аяқ тіреген екен. Бұл жолғы еліміздің табиғатын көрген қонақтар таңғалыстарын жасырмады. Алатау шаңғы және биатлон базасы бағалау бойынша А санатына жатады. 19 қыркүйек делегация мүшелері Астана қаласына табан тіреді. Сол жерде олар Щучинскідегі шаңғы және биатлон кешеніне жол тартты. Делегаттар Щучинскідегі биатлон базасы бірегей және оған теңестірілген кешеннің әлемде жоқ екенін атап өтті. Спорт кешенінің дайындығына қарамастан тек В лицензиялық санатына жатады. Себебі бұл жерде баспасөз үшін арнайы туннел салынбаған. Бұл кешенде 2020 жылы жазғы биатлоннан әлем чемпионатын өткізу жоспарлануда. Борут Нунар атап өткендей, Щучинск биатлоны базасы болашақта орталық Азиядағы жазғы әлем чемпионаттарын өткізетін керемет орынға айналады.